Ассалаумағалейкум қазақ елі. Харекет қайырымдылық қорының 15 күнде 30 баспана акциясы аясында кезекті 290-шы баспананы Қызылорда облысы Қармақшы ауданының тұрғыны Жандос әкемізбен Сұлушаш анамыздың отбасына табыстағалы жатырмыз. Отбасында 8 бала және де анамызбен әкеміз 10 адам бір отбасыда аядай ғана үйде тұрып келе жатыр. Осы кезекті баспананың кілтін бірге барып табыстайық. Құтты болсын, жаңа үй табыстаймыз. Жаңа үй. Алла сәтін салып. Осы аяқ астынан сіздерге ұйымдастырып, қолдан келгенше апайға да айтқан жоқпыз. Ешкімге де айтқан жоқпыз. Болмасын, мына азамат сияқты апыл азаматтарға алғысымыз шексіз. Алла нұр жаусын. Харекеттің міне 290-шы баспанасы сізге табыс етіп, құтты болсын, оңнан болсын. анамыз келіп отырған Алыңыз, қорқаңыз мынау. Бұйыртса кілті. Мыңда бір шүкір деймін, сіздерге көп рахмет, Алладан қайтсын деймін сіздерге. Рахмет. Бірінші Құдайдың өзі болғандықтан шығар. Екінші халық осы кісілердің арқасы деп білем. Үлкен рахмет. Денсаулықтарыңыз мықты болып, ешқашан ауырмай, халықтың арасында күліп ойнап жүре беріңіздер. Рахмет сіздерге. Toyga gelmişler o şekilde. Birisi şakırtamız, aytamız. O şekilde tanıtan. Bizim Қазақ соғып, бірнесі тиін сақ той жасаймыз. Артқа жинау жоқ бірақ. Осындай кейін бір бөлім. Muaşkı beri. Soğa yetkenderde var. Onların үйге құп қонбайды. Бағалай мақұлбайды.